Сәлем, подписчигің нашың жоқ, осындай жазуды қалай жазамыз? Бұны біз CapCut приложениесі арқылы жазатын боламыз. Сіздерге көрсете кетейін соны. CapCut приложениесіне кіреміз. Өзіміздің алдын ала мысалы дайындап қойған видеомыз болса, соған жасауымызға болады. Мысалы үшін мына видеоны алайық та, не видео екен. Добавить дедім. Мысалы осы видеоны алдық дейік. Енді бұның мен мысалы звукты, мына жерде громкость звукты алып тастаймын, 0-ге келтірем. Бұнда звук жоқ енді, Енді мына жерде громкость деген бар. Громкость алып тастадым. Так, енді жерде звуки деген бар, соған кіріп өзіміздің мысалы музыкамызды қоюға болады. Пустить поток энергии. Осыны қостым да. Осыны қостым. Енді бізге текст жазу үшін мына жерге текст дегенге келеміз да. Текст, шаблоновый, автоматический, стикер, неше түрі бар да. Мысалы, мына жерге келіп, мына жерде текстіміздің түрін, мысалы, популярныйдан неше түрін, міне көріп тұрғандарыңыздай неше түрін жазуға болады. Енді жерде заголовок, время, барлығы сағатын қойғыларыңыз келсе, мысалы, бүйтіп қойып қоясыз дегендей ол. Жерге өзіңіз сағатын келтіріп аласыз нешеде. Қазір сағат мысалы 12:00 деп мысалы. Жақсы, 13:00 қойдық мысалы. Осындай сияқты, 9 деген секілді өзіңіз сағатыңызды қоясыз. Керек болып жатса егер. Содан кейін добавить текст, мына жерге тексттің түрі бар. Стилі бар, тексттің мынандай эффектімен, мынандай. Мысалы, мынаны алдық дейікті. Осыны. Енді жазамыз. Сәлем. Сәлем деп сөзімізді жазып алдық. Енді үлкейтеміз ба, кішірейтеміз ба, оны төменге қоямыз ба, өзіміздің қалаған жерімізге жоғарына қоямыз ба, өзіміз білеміз да. Осылай қойып алдық. Мысалы, сәлем. Сәлем деген сөзді мысалы мына жерден енді осыдан кейін тағы текстке барып келесі сөзді жазатын боламыз. Добавить текст. Қалдеріңіз қалай, мысалы. Қалдеріңіз қалай деп жаздық та. Енді бұны стилін ауыстыруға болады. Мына жерден басқаша, мысалы, басқалай қойғыңыз келе, мынаны қойғыңыз келе ма, өзіңіз білесіз. Эффекті, бұнаға қандай эффектімен, мысалы. Мынандай ненің ішіне салып қойғыларыңыз келе ма, оны барлығын өзіңіздеріңіз қалауларыңыз бойынша әдемілеуге болады, мысалы. Осындай. Қалдеріңіз қалай деген бір түрлі болып кетті.
мынаның ішіне толығымен сыймады. Маған бұндай емес, басқаша мысалы сол. Содан кейін мына жерде тағы айтатыны бағанағы мындай эффектілер бар. Эффекті видео дегенде мына трендтегі неше түрлі нелер бар. Мысалы мынандай болады. Болмаса мындай болады міне. Өздеріңіздің қалағандарыңызға қойға болады. Көбелек ұшып жүргендей, жүрек құсап шығатындай, бұлыңғыр қылдыруға барлығы да неше түрлі эффекттің түрі бар. Осыны алдық та. Бұны басына қоймақ, біз эффектіні негізіне жерден қою керек. Осылай алып, мына жерде стрелка тұр төбеде. Сонымен сохранить етіп аламыз. Сосын егерде осы видеоның үстіне мысалы тағы да бағанағы наложение видео қосуға да болады, картинка қосуға да болады. Наложениені басып, добавить наложение деп басып, мысалы осы жерге келгеннен кейін мен үстіне мысалы бір фото я видео қосқым келсе, наложение бағанағы нені қосу үстіне басу арқылы қосатын боламыз.